Amanında ketçi aynalayın, Kazağıma tanıştık versin. Ana bozdaklarımız kıynamasınlar. Ne istimasınlar, Taldıqurğan'ın var бүткіл Қазақстанда. Konsuлагер болды ғой Қазақстан. Қазағым-ау, міне, бізде өзіміз қарағалық қана шығып жатырмыз. Мына байлар әрең отыр. Олар садиктен балаларын бөліп тастаған. Садигі де бөлек олардың. Мектебі де бөлек. Тоқаев бәрін көріп отырсыңдар. Депутаттар, сендердің бір балаларың службаға бармайды. Байлардың да балалар бармайды. Өңкөй өзіміздің осы қарағалықтың балалары барады. Оларды алып бізге қарсы қоясың, Тоқаев. Аманыңда кет, Тоқаев, атсаң мені ат таста. Міне балаларымыз қырып тастадың ғой, Тоқаев. Барып терроризм, бандит, мародер дейсіңдер. Бір милициям жоқ, қашып кетті ғой осы, да. Қарауылдарың қайда? Міне қазір тұрмыз, бір акиматтың, бір прокурорың халыққа алына шыққан жоқ. Міне опять қарағалық тұр, міне. Sen Toqayev, davay atыстап ке, айналайын, тыныштық керек бізге. Депутаттар, арамтамақ депутаттар, сендердің құлақтарың керең ба? Бәрін естіп осындарға балалардың бәрі қинап атырғаны, консулагерді. Инвалид болды, өтек бастырып, ине тығып, істемеген істеп атсыңдар. Мұна біздің қарағалық міне, біз тоқтамаймыз, шегінбейміз. Бәріне бостандық. Ана Арынбайды да келді, ондаған бақ. Оған да бостандық білем. Сендерге қарсы жүрген қарағалық. Бәріне бірігіңдер, Қазағым. Анау, мұнау, Жанболат, Мамай, анау демеңдер. Бәрің мұнандай бірігіңдер, Қазағым. Айналайында, сонда ғана біз жеңеміз. Сонда ғана жеңеміз. Бұлай жүрсек жеңемаймыз. Тоқаев, атыстап, аманыңда кете, мына Қазақ. Халықпен ойнамаңдар, халық жеңеді. Қарағалық жеңеді ақыр түбі. Тыныш, амандарында босатыңдар. Біздің қарағалық жылатпаңдар. Болды, менің айтарым сол. Ағайындар лайк басып, бөлісіп отырыңдар. Құрметті қазақ елі отандастар. Мына бір ең бірінші конституцияға өзгеріс парламентті толығымен тарқатуымыз керек. Мына элиталық көзқарас дейді. Элитаның бәрі ұрғарымен қалыптасты. Қоғамдық көзқарас, мемлекеттік көзқарас, ұлттық көзқарас, рулық көзқарас. Мына Қырғызтай қорып, балапандай баптаған кезінде Абылайдың сенаторы болған Бұқар жырау болса, қазір бізде рулық көзқарас бар ма десек, әрине мойындаймыз. Тек қана шамалғаннан шыққандар ғана сенатта отыру керек па? Қазақ халқына солар кінәлі, Қырғызтай бақтап, қолтығына су бүркіп. Міне осылардың бәрі құрту керек. 30 жылдан бері ішкі істер бөлімінде істегендер, прокуратурада істегендер, сотта істегендер, әкім болғандар, министерство істегендер, алды пенсияға шыққандардың бәрін зарплатын 75%-ке қысқарту керек. Бұлар бәрін барса келмеске апарып тастау керек. Тұтас. Тәуелсіз қазақтарға ғана керек па? Бізде осы республикада тұрып жатыр ғой, ұйғырларың тұрып жатыр, Әзербайжаның тұрып жатыр, түрігің тұрып жатыр, орысың тұрып жатыр. Басқа халықтар неге шықпады? Көрдіңіздер ме? Өс жерде ауасын жеп, өс жерде бәрін игілік жақсылығын көріп отыр ғой. Біз Қырғызтай қос балапандай баптаған 30 жылдан бері алды пенсияға шығып кеткендердің пенсиясын 75%-ке қысқартуымыз керек. Элиталық көзқарасты қалыптастырған ұры мен қары. Ұлттық көзқарас әлі қалыптасып болған жоқ. Ұрылық көзқарас бар. Элитаның бәрі шетелге ұшып кетеді. Қарапайым қазағымыз өшеде қалып отырмыз ғой. Барлықтарын бала шағаңдан бастап тұтас келулеріңіз керек. Мына ятамет азғана бір 200-300 адам жиналып отырмыз. Алматылықтар бүтіндей шығу керек қой, бүтіндей. Бала шағаңмен енді не алғыс, не қарғыс алатын уақытқа жеттік. Болашақтың алдында мына әкелеріміз не бітірген дейді ғой. Қарғыс алатын уақытқа жеттік қой. Аман, рахмет. Аман болайық бәріміз, жетеміз, жеңіске жетеміз. Әрқашанда әрқайсымыз өз-өзімізді сыйлағанын білейік. Одан өз-өзімізді, бір-бірімізді сыйласақ, сонда басқа халық сыйлайды. Сөйлегеніңізді өз тіліңмен сөйлеңдер. Айналайын бауырларым, балаларым. Мына боздақтардың өткіті өлігі бекер болмасын. Қанын жібермейді ақырда, басшыларды. Соны еске алайық, соны ұмытпайық. Содан кейін көгерсін Қазақстан. Қазақстан біздікі только қазақтарға керек, басқа ұлтқа керек жоқ. Әрқайсысы өз қашып өтеді.
Başka ülkenin Rus'luk olsa, niyet olsa kim kınaydı? Kazak kınaydı. Buna hükümet, militsiya bütün Kazaklardan keşirim sırau gerek. Altına çıkıp moydau gerek istеген. Olar eskende de politsiya emas, bayağı Төлөнгүттер var koy. Kadın Төлөнгүт boldu. Төлөнгүттен de arman boldu olar. Bayağı da jasaklar, sağlık jинайды Төлөнгүттен giden bolgan. Önkö жаңағы жетім балаларды қазір кетіп орда қызмет етеді. Кәдімгі мамилек жаңағы нелер секілді. Сол мына Төлөнгүттен арман болды. Олар қазақ халқын қорғаған, қарсы қорғаған. Ал бұлар қазіргі заманның мына Назарбаевтың Төлөнгүттері ұят жоқ бәрінде қазаққа жеп отыр ғой. Барлығымыз мына милиция болсын, солдат болсын, халыққа тимеу керек. Соны айтуымыз керек. Burada жолықтың ба? Жолыққан кісі әрқашан жолықсаң, бетіне айқайлап тұрып, боқтап тұрып түсінбейтін болса, сөйтіп айту керек. Сонда может түсінеді. Сана сезімдері жоқ. Қазір біреуге табынып тұр, басқаға ешкімге табынмайды. Ақшаға табынады, Назарбаевқа табынады. Ұлттар ассамблеясын тарқатыңдар. Қайтпен баласаға немен қалай тәрбиелейді? Элиталық көзқарас бар ма? Қоғамдық көзқарас бар ма? Ұлттық көзқарас бар ма? Аз ғана топтардың көзқарасы бар. Осыларға мен жалтақтап, мен балама дұрыс тәрбие бере алмай отырмын. Әлі 30 жылға дейін созды. Көрші өзбектердің бәрі өтіп кетті ғой баяғыда. Латынға. 30 жыл создық қой, 30 жыл. Соның бәрі Назарбаевтың ісі. 30 жылға дейін осы. Әліпбиімізден қалыптай Немересі қашып болған. О шалды. Соның бәрі түсінегінде. Ажандар шалды. Құрметті бауырлар, құрметті қазақ елінің азаматтары, еліміздің, жеріміздің азаматтары. Біз кеше Ахмет Байтұрсынов бабаларымызды тергегенді кинодан ғана көріп едік. Кітаптан оқып естімедік. Кеше әлеуметтік желіні қарап отырсам, біздің құрметті полицейлер бір қарапайым отбасына барып, үйін тінтіп жатыр. Ай, Құдай ауана кіріп атын, машинасында көйлек дамбалына дейін ақтарып жатқан не деген мәдениетсіздік? Айтыңыздар, не деген мәдениетсіздік? Не деген мәдениетсіздік? Біздің полицейлердің. Біреудің үйіне барып, ана көңіл күйін түсіретіндей, солар соншалық қылмыскер ме екен? Қазақ елінен, қазақ жерінен қылмыскер іздейтіндей қандай мүмкіндігі бар олардың? Айтшы. Айтсыншы солар. Кішкене тәртіпке келіп, ана өз кеше біреу айтып отыр, ертең сендер 45-ке барғанда пенсияға шығасыңдар, қыздарыңды ұзатасыңдар, келін аласыңдар. Сонда солардың біреуімен құда болып қалсаңдар, дастархан басында қалай отырасыңдар деп айтып жатыр. Міне, осыны ойлансыншы. Мен Төлеухан Бідірәлі, қазақ елінің болашағы үшін деп жүрген қарапайым адаммын. Ешкімнің билігіне де сатылған жоқпын. Алланың ақ жолымен келе жатырмын. Bir 6 сотық жерім де жоқ, жеке үйім де жоқ. Жүрмін міне. Алды анау Әлия Назарбаева Германиядан соншалықты жер алатындай, соншалықты үй алатындай. Қай әкесінің құнына ақшасына алыпты. Осыған жауап берсінші. Міне, рахмет. Елім, жұртым. Қалың елім, қазағым аман болсын. Мен кішкене бір сөз айтайын, көп айтпай қоямын. 6 күні мен осы жерде болдым. Бұл жердегі төгілген қан ешкім ешқашанда жуып кетіре алмайды. Бұл біздің жан дүниемізде, жүрегімізде, көзімізде елестеп тұратын нәрсе. Ешқашанда ұмытылмайды, жуылмайды. Бұл биліктің кетуін біз талап етеміз. Өйткені бұл ешқандай мемлекетте болмаған жағдай. Жастарды жайсыз келген адамдарды тура ешқандай ескертіс ату деген бұл ешқандай мемлекетте болмаған жағдай. Сондықтан біз биліктің кетуін талап етеміз. Mene açın. Emres kaç bu? Söylesin. Arağım kalkım, Bundan da. yezdürdüm. Her amanlıklıyım abi. Kantar kılını degen beybit yeri koy. Allah'ımız jasta geçti koy. Onu gelip bir madem kön görüşler dedi, kötörüşler dedi, buzakılar dedi. Bu nakıllıkların sözüne hiç kaçan zendeğindir. Oğlan beybit yeriye çıktı koy. İşler yok onlarında. Jaspalar önköyü. Bizim ülkede berimizin boğacağımız için.
Elimizin tinchlik uchun, haroqati жақсару uchun. So'l tilep chiqdi qo'y sırap. Ular to'nko'rikka chiqqan yo'q qo'y. Ular qaraqcha bandit qilib, terrorist qilib qanday masxara chiqarib o'tir muhabbatlar. To'qayib degan. To'qaychi ko'rak yertirek olma. Қазақ елі, қазақ конституция жазылғандай мына билікті қазақ халқы өзі алу керек. 6 күннен бастап еш күн интернет болған жоқ, телевизорда тек қана террористер. Осы жерде болдық, бірде-бір террорист болған жоқ. Қарапайым халық, олардың қолдары қазір қанға батты. Бұл билік заңсыз билік. Халық өзі алу керек. Әділ сайлау болу керек. Назарбаев 30 жыл бойы халықты тонады, бай елді, кедей қылды, қайыршы қылды. Не сұмдық мынау? Халық ояныңдар. Мына ел біздікі, сендердікі, балалардікі, ертең ұрпаққа не қалады? Ана Әлия деген қызы Утилизбордан 3 жылдың ішінде 1 миллиард кедергі шығартты. Олар өздерінің болашақтары мына елмен байланыстырмайды. Ал Кореяда қаңғырып жүрген 100 мың қазақ 1 жылда 2 миллиард жібереді. Міне еліміздің экономикасында қарапайым халықтар ақшасын алып жатыр. Аналар ұрлап, шетелге шығарып жатыр. Сондықтан халық ойлап Эксклюзив, спасибо. А, понял, раз. Та текст не былай тұрдышы. بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا
اصرف عنا ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين آمين يا رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار وجرت صلاة الله ميرimize rahmımız yarattan bütün alemlerin yaratuşusu وجرت صلاة الله وتوقفان Kur'an'dan hasiyetli ayetlerden bulgan sevaptır. Evveli Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in barcha evliya enbiyelerden bu ömürde la ilahe illallah Muhammedur Resulullah devletken mümin Müslümanlardan vajaratü sallallahu aleyhi hak meydanı Müslüman, hak bilekli Müslüman, osu vatanımızda, yerimizde, yelimizde bizi amanet etip kaldırgan batır babalarımızın, Alaştın arıslarının, Jeltoksan'ın kurbanlarının және кешегі осыдан 40 күн бұрын өмірден озған боздақтардың қаңтардағы уажарату саллаталла құрбандардың мұсылман бауырларымыздың рухтарына бағыштадық. Уажарату саллаталла олардың жандарының жәннатта болуын, топырақтарын торқа болып, өзіңнің құзырындағы мәртебелердің биік болуын нәсіп ет. Уажарату саллаталла олардың білмей істеген қателік кемшіліктерін кешіріп, өзіңнің құзырында уажарату саллаталла шахидтерді derecesinde savapken derecemin kabul edilir. Vajaratü sallallahu onların görmegen жақсылық kızıkların артына қалған ұрпақтарына, туғандарына, жақындарына еліне bizge көрсетуді нәсіп ет. Vajaratü sallallahu және bizge ұрпақтарына, туғандарына, жақындарына көбірек оларға дұға жасайтын, көбірек bizge құлшылық жасайтын Vajaratü sallallahu ғұмыр бер. Vajaratқа мынау елімізде, жерімізде бәледен, жаладан өзін сақтай көр. Vajaratü sallallahu және Qantarдағы qirg'inning qaytadan bo'lуынан saqlay ko'r. Va sallallohu ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahim. Allahu akbar. Sonuna kadar ayda gelmesin жағдай қазіргі таңда Тоқаев деген шіренетін құдай емес, Тоқаев деген жұрт жалдаған жұмысшы. Сол себепті ол халықтың алдында есеп беруге дайын. Ұшында қиылғанына азаматтарды көріп тұрсыздар. Осыдан әрбір азаматтың басына ескерткіш қою керек. Біз осыны жоқтау мақсатында жиналған себебіміз бар еді бұдағайын. Бәрін біз үкіметке де, елдерге де бәріне дәлелдеу керекпіз. Біз жабай емеспіз, біз террорист емеспіз. Сондықтан сабыр сақтап, мына арамызда осы қайтыс болған азаматтардың ақжаулықты аналар келіп отыр, ағайын. Соларға сөз берейік. Ақжаулықты аналардың орамалынан үлкен ел болған емеспіз ғой. Дұрыс па? Азаматтар бармыз ғой. Ола болса, Гавриятке. Nereden şefbetten avuç suyunuzdan, şefbetten avuç suyunuzdan. Bugün kayıp olun, bağırlar. Bağır, tuğa tuğuşkan, kırşına ketkenler. Solarda eski olduğunu bugünkü küte. Arada atışından sağ olayım. Kazaklar, Қазіргі таңда мынау әрбір отбасына азаматтар келіп отыр. Қайтыс болған азаматтардың қатарынан
әрбір азаматтар келіп отыр, азаматтар келіп отыр. Соларға сөз берейік, құрметті азаматтар, құрметті қазақтар. Осында келген жаңа қайтыс болған. Бір берейік, қазір. Аналар сөйлесін, аналар. Естіп тұрсыздар ма? Балалары соқталып атқан, балалары қайтыс болған, туға туысқан қайтыс болған. Аналарға сөз берейік. Майра. Майра. Құрметті халқым, тыңдаңыздар. Халқыма, қазақ халқына көңіл айтуға келдік және жұбатуға келдік. Сол құрбан болған балаларымыз үшін біз қазір Құран оқытып, шелпек пісіріп алып келдік, содан ауыз тиіңіздер. Енді қаңтардағы қыршындарды жоқтау. Біз осы Қазақстанда көріп тұрсыздар, иә? Қаңтар айында қанша балаларымыз, аналарымыз, иә? Бізден шыққан балаларымыз, бізден шыққан ағаларымыз қайтыс болды. Енді қаңтардағы қыршындарды жоқтау. Көз жасқа толса кесеміз, көшеге шықтық кеше біз. Ұрылар тонап 30 жыл кетіп еді ғой есеміз. Жаңбырда жауды сіркіреп, бейбіт халықта бір тілек. Жаңа өзенді қолдауға көшеге шықтық кеше біз. Шал кеттеп жастар ақырды, келтіріп заман ақырды. Атаңа нәлет Тоқаев, атаңа нәлет Тоқаев, атаңа нәлет Тоқаев, шетелден әскер шақырды. Қосылып елдің бастары, қолында жоқ ет тастағы, арандатушы кірісіп, ұрыс төбелес бастады. Аттан сап қазақ жиылды, қыршындар талай қиылды. Атаңа нәлет құл қалмақ, қырып сал деп бұйырды. Аяйма басқа ұлт қазақты, көрсетті қырғын тозақты. Мергендер атып маңдайдан, салды ғой ауыр азапты. Қазақты қырды солдаттар, қаралы үйде суындыттар. Қинауда жатыр әлі де, түрмелер толы боздақтар. Тоқтасын қуғын сүргін-ай, жар болсын бізге бір құдай. Өз халқына оқ атқан, қаңтардың қасап қырғын-ай. Енді бүгін 40 күндік қаралы жиын болғаннан кейін, міне жерде албаты чу шығармайық. Бұрын сөйлеп жүрген белді аталарымызда артынан сөйлейміз. Ең бірінші бүгін қара жамылып, қан жұтып отырған аналарымыз, балалар осы алаңда өлген адамдар.